Қазаққа ғашық болмаудың 5 себебі. Иә, бұл себептері дәл осындай атаумен түсірілген комедиялық фильмде режиссер Асқар Ұзабаев талдап көрсетуге тырысқан. Ал басты рөлді бүгінде сұранысқа ие актриса Әсел Садуақасова сомдаған. Француз жігіті мен қазақ жігітінің ортасында таңдау жасауға асыққан ару бұл фильмнің идеясы ерекше дейді. Идея всегда, когда вот в работе с Аскаром. Асқар Ұзабаевпен жұмыс істегенде ол үнемі ізденіс үстінде жүреді. Үнемі менде мынандай идея бар деп ойымен бөлісіп тұрады. Оның идеялары өте көп. Осыдан тура 1 жыл бұрын Асқар Ұзабаев маған осы идеясын айтты. Өте қатты ұнаттым. Дереу сценарий жазуға кірістік. Сосын Сәбитпен, Әуезбен бөлісіп осы жобамен жұмыс істеуді бастап кеткен едік. Жаңаша бір фильм шықты деп ойлаймын. Сонымен қазаққа ғашық болмаудың 5 себебін анықтадық делік. Егер дәл осы жағдай өмірде орын алса, Әсел Садуақасова қандай таңдау жасар еді? Я бы выбрала, что выбрало бы мое сердце. Мен жүрегімнің таңдауын таңдайтын едім, өйткені бұл өте маңызды. Сондықтан кімді таңдауды айту қиын, бәрін жүрек шешеді. Ал Францияда білім алып жүрген қазақ қызының жүрегін жаулап алған француздың рөлін Морган Сеги сомдаған. Ол фильмде Динарамен қол ұстасып, Қазақстанға қыздың әкесінің алдынан өтуге келеді. Алайда елдегі оқиғалар басқаша өрбиді. Өмірде актер емес сері бұл кинодағы мүмкіндіктер туралы былай дейді. У меня такой шанс, что Менде сондай жақсы мүмкіндік болды. Бізде команда өте жақсы болды. Әсел мен Нұржан әрі актер, әрі серіктес ретінде маған көп көмектесті. Фильмнің желісі өте қызық. Әсел маған көп кеңес берсе, Нұржан уақыт есептеу жағынан бір жағыма шығып отырды. Киноның жақсы шығуы түсірілім алаңындағы әрбір адамға тікелей қатысты деп ойлаймын. Сонымен белгілі режиссер Асқар Ұзабаев бұл фильмге қанша күш, қанша қаржы жұмсады екен. Комедиялық фильмдер сұранысқа ие, сол үшін де жиі әрі көп түсіріліп жүр дейді режиссер. То, что касается бюджета фильма, да, Фильмнің бюджеті туралы айтатын болсақ, $200 000 айналасында қаржы жұмсадық. Ал түсірілім күндеріне келсек, 16-18 күндей болды ғой деймін. Сосын 2 айға жоқ продакшнда жатты. Негізі қазіргі таңда барлық комедиялық жанрдағы фильмдер өте қысқа уақытта түсіріледі. Бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Аз уақытта бір фильм түсіргенмен көп күш жұмсауыңа тура келеді. Музон арнасының көрермендеріне қазаққа ғашық болмаудың 5 себебін ашық айтпадық. Киноның қызығы да осында емес пе? Ендеше киноға асығыңыз. Аталмыш фильм бүгіннен 22 желтоқсаннан бастап еліміздің барлық кинотеатрларында прокатқа шықты. Ал киноның бағасын көзі қырағы көрерменнің өзі бере жатар.